Қарағанды облысында бір топ ата-ана реформасы жиі өзгеретін білім министрлігіне өкпелі. Өйткені 12 жылдық тереңдетілген жүйе бойынша білім алуға берген балалары сынақтан құлап, тіпті екілік ең төменгі көрсеткішке қол жеткізе алмағандары да бар. Соңғы жылында арнайы кесіп алып шығады деген министрлердің сөзі де желге ұшты дейді олар. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу науқаны әлі аяқталмай жатып, өңірде апелляцияға тапсырған түлектер қатары өте көп. Әсіресе 12 жыл мектеп қабырғасында болған оқушылар 68% білім көрсеткішінде аңғартылмаған. Себебі оларға үлкен сынақтан өту-өтпеуі тек 6 ай бұрын ғана айтылыпты. Аяқ асты өзгерістен соң оқушылар экспериментальды білімнің қажеті қанша дейді. Бізден кейін экспериментальный 12 жылдық болмаған қалаймыз. Себебі босқа бүкіл уақыты кетеді. Олар мысалы келесі жылы тағы да 9 сыныптармен бірге қайтадан сол 10 класстың программасын қайталап оқиды. Оларда мысалы аясын тағы да олар біз сиқаты бір жылдарын жоғалтып отыр. Жүйенің ең басты артықшылығы оқушы мамандықты адаспай таңдауға үйретуі тиіс. Соңғы жылында тіпті сол бағытта әр түлекті жеке тереңдеп оқытады. Бірақ жүйенің аумалы төкпелігінен ұстаздар оның бірінде орындамаған. Терең білім түгілі ұлттық бірыңғай тестілеу сұрақтарымен де кеш таныстырды деп ата-аналар азарда безер. Одан 11 оқып, не 9 оқып бітіріп, одан да оқуға түсіп кеткенін жақсы етіп ойлаймын. Біз алданып қалдық былайша айтқанда. 12 жыл бітірсе, ой келешекте бұларға жақсы болады, өмірі жақсы болады, енді балаларымыз ұзаққа түсіп қалған сияқты болды. Ал 11 жылдықтан бір ерекшелігі болады. Арнайы ұсақ кәсіп иесінде арқалап шығады деп кезінде бала санын толтырған білім басқармасындағылар енді өз сөздерінен ауып түсті. Өздеріне дүрсе қойған ата-аналарға білім алу мен ұлттық бірыңғай тестілеу сұрақтары тең болғанын жасырмады. Бірақ бар кінәні жоғарыға ысырды. Тек оқуға түсу кезінде бізге көмек берсе деп. Бұл біздің Қарағанды қаласының білім бөлімінің құзырына жатпайды. Солай ма? Бірақ та осы жағдайды облыстық білім басқармасына біз хат жолдаймыз. Ата-аналар министрліктің шала реформасы енді тағы басқасын зарлатпай тұрғанда алып тастауын талап етеді. Кеңес кезінде 12 тұрмақ 10 сыныптық жүйеден де білім алып далада қалмап едік дейді. Ал бір жылын жоғалтып сынақтан тиісті межеге жете алмаған түлектер ертеңгі күндеріне кімнің жауапты екенін түсінбей отыр. Гүләзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Қарағанды қаласынан.